балалар, осы ұлттық ойындардың арасында біз сіздерге қазір қанталапай ойынын үйретемін. Қанталапай ойынында балалар, мына бізде дорбаның ішінде асықтар бар, иә? Асықтың 4 жартысы болады екен, иіріміне қалай 4 жартысы болады екен. Мысалы, мынау алшы, мынау тәйкі деп аталады, ал мынау бүк, бұлай түссе шек болады екен. Балалар, осы асықтың ішінде біреуі қызыл асық екен, ол қан асығы. Қазір сіздермен ойнайық. Дорбаның ішінде ерекше бір қызыл асық бар екен, ол қан асығы деп аталады. Осы қан асықты сіздер алып алуыңыз керексіздер. Кім қан асықты алып алады, сол жеңіске жетеді. Және кім көп асық жинайды, сол балалар жеңіске жетеді екен. Ал бірінші сіздерге қазір шашамыз, соны қанталапай деп жинайсыздар, иә? Талапай, талапай, табылды ойын алапай. Ал кімдер? Айзере екен, Айзере өткен. Ал асығында санай ғой сен. Сен асығын сана, неше асық? Сақар ретінде таңдап алайық. Иә, таңдап алайық. Бір асықты таңдап алыңдар өздеріңізге. Лақтыруға ма, апай? Иә, лақтырамыз. Мына жерге тігіңдер, қалған асықты мына жерге тіге қойыңдар. Алшысымен қойыңдар былай. Балалар, енді осы шеңберімізге біздер жаңағы асығымызды тіктік, иә? Бірінші қан асығын алған Айзере ұтып алып. Айзеренің кезегі бірінші.